Иә, балам ау, мана суп істеп едің, енді тағын істеп жатсың. Керемет. Шапшаңсың ау, өзіңнің тіліңнен де келеді, қолынан да келеді. Бәрі келеді. Бақытты бол. Иә, бүгін енді әңгімені мен бастайын деп отырмын. Бақыт туралы айтқым келіп отыр. Бақыттың тұрағы туралы. Қызыр ата, қыдыр емес қызыр ата. Ал қайда тұрақтайсың? Кімнің шаңырағына шаттық бітіресің? Кімнің басына бақ болып бітесің деп сұрайды бақыттан. Бақыт үндеместен, іркілместен, менің ең жақсы көретінім ата-анасына құрақ ұшып қызмет еткен, бірлік пенен ынтымақты ырыс деп ұғатын жандар, өзгені күндемеген, кісіні міндеуден аулақ момындарды іздеп жүрмін. Алланың есімін жаттаған, адалдықтан басқан татпаған ақ жүрек жандар менен жылдан тіл табысам. Сахара тұрып, сәресі ішіп, ораза ұстайтын тақуа жандармен тез ұқсып кетемін. Бейбітшілік пенен бірлікті ту еткен кісілер менен тіл қатыспай-ақ ұқсып кетем. Қызыр ата шаттанып, ендеше сен қонған жанға мен де даримын дейді. Міне содан бақ қон қыдыр дарысын деген сөз содан қалған екен. Бақ дарысын қыдыр менен бақыт бірге жүреді екен. Я, мама, керемет айтылған, я, бақ. Тамақтай бақ берсін дейді қазақ. Мама, бүгін деген инстаграм, тамақ, тірлік, үй жұмысы арасында инстаграм қарап қойсам, Қайрат Нұртастың осы ортанша келіні ұнайды, Әйгерім. Сол папасымен еркелеп, мен атам айтқандай, папа, мен сізді түсіріп алып жатыр едім, маған айтқаныңызды айтыңызшы деп. Жаңа Қайратты да жақсы көремін өзі. Қайраттың, мама, сіз де жақсы көресіз? Қайраттың әні деген жақсы. Адамды тебірентеді. Сол Қайраттың інісі Заңғар деген жаңа бөпел болып жатыр. Соған байланысты, иә, ауымен. Жаңа Әйгерім папасына айтады да, папа, біздің Заңғарда жақсы әке болатын сияқты, қалай ойлайсыз деп сұрақ қойып жатыр да, біздер сияқты. Содан деген, мама, мұздап кетеді, жей беріңіз тамағыңызды. Содан кім Нұртасаға айтады да, балам дейді да, есіңде болсын дейді, жаңа Әйгерімге айтып жатыр. Әрбір атана баласына дейді, бар мейірімін салып дейді, жан береді. Баласы үшін барлығын жасайды дейді. Бірақ дейді, бала анасы мен атасына ол оны қайтара алмайды дейді. Бірақ қай уақытта қайтарады? Егер мен үлкейіп, ана жерде отырам, сендерді бақылап, сол кезде сіздер қабақтарыңды түймей, жайраңдап, өз отбасыларыңызбен марқайып отырсаңдар, маған сол кезде барып қайтарғандарың болады дейді. Ал оған дейін менің бүкіл махаббатым, сіздердің өстіп көтеріліп кетулеріңізге барлығы, оны сіздер маған қайтарады деп ойламаңыздар да, жасай да алмайсыздар. Себебі ол өмір бақиынша дүниедегі бұл жаңағы қайталау, әке баласына, ана баласына жасайтын жағдай, ол өзің балаңа жасау арқылы. Осы кезде мен айтқым келетін еді, Ақмама маған бе деп айтатын еді. Әй, Ақбаян, еркесің, жалпы ата-ананың қадірін
балалы болғанда білесің. Сол сияқты жаңағы заңғырдан шығып кетіп жатыр ғой. Әрбір ата-ана өзінің баласына шынымен беріліп, бүкіл жағдайын жасайды дейді. Сол сияқты мына біз Сімке екеумізді өзіміздің Құдай берген, Аллам берген балдарымызға бүкіл мейірім, солардың өсіп өнуіне жаңағы жағдай жасап, мейірімімізді төгудеміз. Ал егер де біздер ертең балдарымызға осыны сіздер бізге қайтарыңыздар десек, мейлінше, мама, менің түсінігімде ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Бала ары қарай даму керек, оқу керек, жетісу керек. Өзін алып жүрсе, қоғамға ешқандай жақсылықтан бөтен жамандығын әкелмейтін болса, түзу жолда жүретін болса, еліне қызмет ететін болса, жақсы азамат, азаматша болатын болса, бізге сол қайтарғаны сол. Абзалы Аллам қуат күш берсін, жақсы денсаулық берсін. Сіз құсап, біздер де қостасып, қартайып, дайындап бергеннің келінін ауқаттанып отырсақ, батамызды беріп, сол балдардың жаңағы қайтарғаны деп есептеймін. Мен, мама, оны. Ал енді сіздің нақты ойыңызды білгім келеді. Бұл жалпы Нұртас ағадан шыққан әңгіме. Бүгін енді бір қарап қалғаным, енді олар менде тіркелулі, сол себептен үнемі отбасыларында болып отырған жағдайында бір қарап кететін әдетім бар еді. Қарап қалсам, Нұртас аға сөйтіп келінімен әңгіме айтып отыр екен. Ол Қайраттың папасы Нұртас па? Нұртас аға. Нұртас та көпті көрген азамат қой енді. Бәрін де біледі. Оның айтқанның бәрі дұрыс. Ол бүткіл баласына жағдайын жасады. Жаңағы енді өмір, уақыт деген шапшаң ғой. Қазір күннің өзі қысқарып жатыр. 6 сағат. Бұрын жап-жарық болатын күн, қазірдің өзінде қап-қараңғы, далаға шығуға болмайды. Енді сондықтан да бұл айтылған әңгімесінің бәрі дұрыс айтады, кәрілік келеді, ол сол қуат, қайрат бәрі кетеді. Сол уақытта көзін сүзіп анандай жерде қасында тек қосағы болсын. Қосағымен қатар отырса, сонда ол жетім болмайды. Ал енді сол кезде мына шалнағы отыр. Бізге тамақ ішкізбеді ғой. Я болмаса бөтен бір түрлі ыңғайсыз көзбен қараса да. Мына дастарханның басына отырғанда кейбір үлкен кісілер мына кесені алғанда қолдары қалтырап шақ ұстайды. Аллам содан сақтасын. Сонда ана баласы, өзінің туған баласы шешесіне ішкізіп жаңағы жәрдем беріп отыр. А келіншек жеркеніп кетіп қалып отыр. Міне сондайдан сақтасын. Соны арқа болған. Ертең мен қартаям, бұлдай болып, жап-жас болып тұрмайын. Ал енді сол менің жақсылығымды сендердің қартайғандарың болады. Егер маған қабақтарың шытпай, жақсылап тұрып шайларын берсеңдер, жылғабақ таныссаңдар, әңгімелессеңдер, сол маған істегенімді қайтарғаның дейді. Қай ата-ананың да айтатын сол. Ол қайтарғаны сол баланың өзінің басын алып жүрсе, жаңа өзің айтқандай, пәле-жәледен аман болса, өзінің мойнына алған жұмысын адал істесе, қосағыменен ырылдаспай тату тұрса, міне сол қайтарғаны. Үйде тыныштық болса, үйде береке болады. Мен жаңағы бақыттың тұрағы деген әңгімені бекер оққан жоқпын. Міне бұл да жаңағы өмірден алынған сабақ. Сонда ата-анасына құрақ ұшқан адамдарға тұрақтаймын дейді. Көрдің бе? Мінекей. Өсек айтпаған, өтірік айтпаған адамдарға тұрақтаймын дейді. Адал тамақ ішкен адамдарға тұрақтаймын дейді.
оразасын ұстап Алланы есінен шығармаған адамдарға тұрақтаймын дейді. Көрдің бе? Мінекей. Сондықтан да ата-ана бірінші орында тұр. Ата-ана деген бірінші орында тұр. Енді Құдайға шүкір, енді бөкем де кезінде керемет өмір сүрді. Сіздердің құрметтеріңді көрді. Осы төрдің сәні болды. Ол өмір деген өзен. Алланың өзі береді, өзі қайтарады. Сол жақсылықпен қайтқан. Балдардың алдында, балдардың жамандығын көрмей қайтқан деген. Алладан мен көз жатсам да тұрсам да сұрайым дұғамда. Алла, менің жасым болса келді. Мен өмір сұрамайым. Қазір алып кетем десең де ризамын. Тек балдарым аман болсын. Тек осы балдарымнан маған топырақ бұйырсын. Алла маған жамандық көрсете көрме деп сұрайым. Әрбір ата-ананың да тілегі сол. Балдарының тек қызығын көргісі келеді. Құрметті көрермен, біз атамыз туралы күніне бір рет айтып қоямыз. Міндетті түрде күніне бір рет атамыз туралы айтып қоямыз. Атамыз міне төрімізде тұр. Кейбірде қызметтен шаршап келген кезде көбіне папаммен сұхбаттасатынмын. Папа, солай жағдай болып қалды. Қалай ойлайсыз? Бұрыс па, дұрыс па деген сияқты ақылшым еді. Содан қазір суретке қарап айтам. Осы жерде отырып суретке қарам. Үнемі күлімсіреп тұрады. Бір түрлі күлімсіреп тұрады. Біздің енді осы шаңырағымыздың төрінде сол бізге тілек тілеп отыр деп ойлаймын. Көбіне көп адамдар айтып жатады ғой, қайтқан адамның суретін ілмеу керек деп. Мен оған қарсымын. Өзімнің Астанадағы төрінде, әкемнің үйінде, қызымның үйінде әкемнің суретін іліп қойдық. Осы шаңырақта атамыздың суретін іліп қойдық. Үнемі сол жадымызда тек қана осылай сурет арқылы біздер ол кісілерге тек тағзым етіп отырамыз. Менің өзімнің түсінігім, жалпы сіздер келіспеулеріңіз мүмкін, өзімнің түсінігімде жаным рахаттанады, осы көріп отырғандай болам, осы суреттің тұрғанын дұрыс көремін. Дұрыс айтасың. Ал енді құрметті көрермен, бүгінгі сенбілік, кешкілік шайымыз тәмәм. Комментарий жазыңыз, лүпіл басыңыз, сау болыңыз.